Теміртаудағы ескі 2 қабатты үйде Гүлжан апай билік жүргізетін. 2 ұлы Ерлан мен Нұрлан әйелдерін алып келген соң да ол өзінің отбасы деп атайтын империясынан қол үзбеді. Мен өмір бойы сіздер үшін азап шектім, енді сіздер менің қолымда боласыздар дейтін ол үнемі. Үлкен келіні Жанар үйдің ішіндегі барлық жұмысты істеп, енесінің әр сөзін орындауға мәжбүр. Кіші келіні Асем болса, алғашқы айлардан бастап күн көрмей қиналды. Гүлжан апай күнде таңертең, сендердің ақшаларың менің ақшам. Балаларға ақша ұстауға әлі ерте деп қайталайтын. Ерланның айлығы келген күні Гүлжан апай қолын созып тұрды. Беріңдер, мен сақтаймын. Сендер ысырап қыласыңдар. Жанар үндемеді, тек көздеріне жас толды. Нұрланның айлығы да солай. Гүлжан апай оны банкке апарып, өзінің картасына салды. Кешке қонақтар келгенде, олардың ақшасы менің ақшам. Балаларға ақша ұстауға әлі ерте, мен оларды тәрбиелеймін деп мақтанды. Қонақтар күлді, ал Жанар мен Асем төмен қарады. Асем шыдамады. Мен өзімнің ақшамды өзім басқарамын деп айқайлады. Гүлжан апай, сен менің үйімде тұрып, менің ұлымды асырап жүрсің. Қайда барасың деп жауап қайырды. Асемнің ата-анасы араласты, бірақ Гүлжан апай оларды да қонақтарға шақырып, олардың ақшасы менікі деп көрсетті. Асемнің шыдамы таусылды. Асем Нұрланмен ажырасып кетті. Сотта Гүлжан апай куәгер болды, мен оларға ақша бермедім, себебі оларға әлі ерте. Нұрлан анасының жағында тұрды. Асем баласын алып ата-анасына кетті. Гүлжан апай жеңіске жеткендей күлді, кіші келінім кетті, енді үлкені қалды, Жанар енді жалғыз қалды. Гүлжан апай оған, сен менің қолымдасың. Қашып кетсең, балаларымды алып кетемін деп қорқытты. Жанардың айлығында алып қойды. Күнде таңертең айлықты әкел деп бұйрық беретін. Жанар жұмыстан келе сала енесінің аяғына жығылып, рахмет дейтін. 1 жылдан кейін Нұрлан Асемге қайта ұсыныс жасады. Асем баласы үшін келісім берді. Бірақ Гүлжан апай, үйге қайта келмейсіңдер. Бөліп тұрасыңдар, бірақ айлықтарыңды маған апарасыңдар деп шарт қойды. Жас жұбайлар бөліп пәтер жалдады, бірақ әлі де айлықтарын Гүлжан апай апарып тұрды. Асем мен Нұрлан бөліп тұрғанда да Гүлжан апай күнде келіп тұрды. Ақшаны қайда жасырдыңдар деп тексеретін. Қонақтар келгенде тағы да, олардың ақшасы менің ақшам. Балаларға ақша ұстауға әлі ерте деп мақтанатын. Асемнің шыдамы қайта таусылды. Жанардың жұмысы Теміртаудың орталық ауруханасындағы есепші. Соңғы 1 жылда ол бір әріптесі 38 жастағы Віділ Еркебұланмен жиі сөйлесетін болды. Екеуі түскі үзілісте кофе ішіп, өмір туралы әңгімелеседі. Еркебұлан Жанарға, өзіңді осылай өлтіріп жатырсың ғой. Адамның өмірі бір-ақ рет беріледі дейтін. Жанар алғашында тек күліп қоятын. Бірақ бір күні телефонға Еркебұланнан хат келді. Егер шаршасаң, маған хабарлас. Көмектесемін. Сол хатты Гүлжан апай кешке Жанардың сөмкесінен тауып алды. Телефон құлып емес еді. Апайдың беті қарайып кетті. Кешке ас үйде үлкен жанжал шықты. Сен менің ұлымды алдадың ба? Деп айқайлады Гүлжан апай. Жоқ, апа, ол жай әріптес деп дірілдеп жауап берді Жанар. Әріптес пе? Осы хатты кім жазған? Көмектесемін деген не? Сен менің үйімде отырып, сыртта еркекпен сөйлесесің бе? Гүлжан апай телефонды тартып алып, барлық чатты оқып шықты. Ештеңе жоқ, тек әңгіме, кеңес, кейде әзіл. Бірақ апайға жеткілікті болды. Енді сенен айлықтың жартысын аламын. Қалғаны маған айыппұл. Балалардың киім кешегін де мен сатып аламын. Сен сияқты әйелге сенуге болмайды. Жанар ештеңе айта алмады. Тек көзіне жас толып бөлмесіне кетті. Сол түні ол алғаш рет балаларының бетіне қарап жылады. Мен сендер үшін шыдаймын, бірақ қашанға дейін. Жексенбі күні Гүлжан апай барлық балаларын шақырды. Ерлан мен Жанар, Нұрлан мен Асем қайта қосылған соң, тіпті Гүлжан апайдың інісінің балалары да келді. Үстелде ет, бауырсақ, тәттілер, бәрі мол. Бірақ ешкімнің көңілі көтеріңкі емес. Апай сөз бастады, мен бүгін сөйлескім келеді. Мен сіздер үшін 40 жылдан астам тер төктім. Әкеңіз ауырып жатқанда да мен жалғыз тартып келдім. Енді сендердің ақшаларыңды мен сақтаймын. Сендерге әлі ерте.
Сырап қыласыңдар, кредит аласыңдар, балаларыңа жаман үлгі боласыңдар. Мен сендердің анаңмын. Менің сөзім заң. Нұрлан басын изеді. Ерлан үндемеді. Асемнің саусақтары дірілдеп тұрды. Ал енді қонақтар келет деді апай. Оларға да айтамын, менің балаларымның ақшасы, менің ақшам. Мен оларды бағамын. Сендер мақтанасыңдар. Қонақтар келгенде апай шынымен сол сөзді қайталады. Біреуі қандай дана анасың десе, екіншісі заманауи балалар осылай тәрбиеленуі керек деді. Тек Асем ғана шыдамай орнынан тұрып кетті. Дәлізде Нұрлан оны ұстап, не болды? Мен бұл циркті көргім келмейді деді Асем, сен әлі анаңның құлы екенсің. Асем үйге келген соң Нұрланға қарап, енді жетті. Келесі айлықты анаңа бермейміз. Өзіміз басқарамыз. Нұрлан алғашында қарсы болды, анашым ренжіді, ол біз үшін, ол өзін үшін жасап жатыр. Деп кесіп айтты Асем, баламыз мектепке барады, бізде не жоқ. Не үшін жинап жатырмыз? Ол біздің ақшамызды өз картасына салып, өз қалауымен жұмсайды. Жетті. Нұрлан бір түн ойланып, таңертең, жарайды, бірақ анама айтпай-ақ қояйық әзірше. Келесі айлық келгенде екеуі банкке барып ақшаны өз карталарына аударды. Гүлжан апайға ештеңе апармады. 2 күннен кейін апай үйге келді. Есікті қатты қақты. Айлық қайда? Неге әкелмедіңдер? Асем есікті ашып, біз енді өзіміз басқарамыз, апа. Сізге рахмет, бірақ жетті. Гүлжан апайдың көзі қанталап кетті. Сен мені саттың ба? Мен сені қайта қабылдадым. Баланы өсіріп жатырмын деп, баланы біз өсіреміз. Ақшаны да біз басқарамыз деді Асем қатты дауыспен. Сол күні апай Нұрланды ұзақ сөгіп жылады. Бірақ Нұрлан бұл жолы, ана, біз ересекпіз. Біздің өмірімізді өзіңіз шешпейсіз деді. Жанардың қан қысымы көтеріліп, жүрегі ауыратын болды. Дәрігер, стресс өте жоғары. Сізге демалыс керек, тыныш өмір керек. Бірақ Гүлжан апай ауруханаға жатқызбай, мен емдеймін. Сен үйде жат. Мен тамағыңды жасаймын, дәріңді ішкіземін. Жанар үйде жатты. Бірақ апай оны тыныштыққа жібермеді. Таңертеңнен кешке дейін мынаны істе, ананы істеме деп бұйрық беріп жатты. Бір күні Жанар иісінен танып қалды. Ерлан әрең жеткізіп ауруханаға апарды. Дәрігерлер, егер осылай жалғаса берсе, инфаркт болуы мүмкін. Ерлан алғаш рет анасына қарап, ана, сен Жанарды өлтіресің. Осыны түсін. Гүлжан апай жылады, бірақ өзгермеді. Нұрлан мен Асем тағы ұрысты. Себебі ақша емес, Гүлжан апайдың әлі күнге дейін келіп, баланы қалай тәрбиелеп жатырсың деп араласуы. Асем, сен анаңнан ажырасаң ғана біздің отбасы болады. Әйтпесе мен кетемін. Нұрлан, ол менің анам ғой, қалай тастаймын. Асем баласын алып 2 күнге ата-анасына кетті. Гүлжан апай үйге келіп Нұрланға, әйелің сені тастады ма? Ол менің ақшамды ұрлаған соң кетті ғой. Мен айтқам жоқ па? Нұрлан бірінші рет анасына қатты дауыстады. Жетті, ана. Бұл біздің өміріміз. Сенікі емес. Жанар жұмыстан шықпай, жасырын түрде 2-ші карта ашты. Ай сайын айлығының 30-ын сол картаға аударып жүрді. Бұл оның қашу қоржыны еді. Бірақ бір күні Гүлжан апай Жанардың сөмкесінен банк сімізін тауып алды. Кешке ас үйде, сен менің ақшамды ұрлап жатырсың ба? Жанар, бұл менің ақшам, апа. Мен жұмыс істеймін. Гүлжан апай қолын көтеріп, Жанардың бетіне тартып жіберді. Сен менің үйімде тұрып, мені ұрлайсың ба? Ерлан жүгіріп кірді. Ана. Тоқта. Жанар еденге отырып жылады. Бірақ ішіндегі өшпенділік от болып жанды. Ол түні бойы ойлады, енді шынымен кету керек балаларыммен бірге. Үлкен той болды. Гүлжан апай қонақтарға, балаларымның ақшасы менің ақшам. Оларға ақша ұстауға әлі ерте. Мен оларды бағамын деп мақтанды. Барлығы қол соқты. Тек Жанар мен Асем ғана төмен қарады. Ерлан анасының сөздерін естіп, бірінші рет, ана, жетті деді. Гүлжан апай, сен менің ұлымсың, менің сөзім заң деп жауап қайырды. Ерлан үндемеді, бірақ ойлана бастады. Асем баласын алып, Нұрланнан кетті. Бұл жолы қайтып келмеді.
Гүлжан апай, ол менің ақшамды ұрлады деп сотқа берді. Бірақ сот Асемнің жағында болды. Жанар жасырын адвокатқа барды. Мен ажырасамын деді. Гүлжан апай сезді. Сен кетсең, балаларымды алып қаламын деп қорқытты. Жанар бірінші рет қарсы тұрды. Мен өз балаларымды өзіме аламын. Үйде үлкен айқай шықты. Гүлжан апай бар ақшаны алып қойды. Ерлан, ана, біз ересекпіз деді. Гүлжан апай жылады. Мен сіздер үшін өмір сүрдім. Бірақ енді ешкім тыңдамады. Жанар ажырасты. Асем бөлек тұрды. Екеуі де Гүлжан апайға айлық апармайтын болды. Гүлжан апай жалғыз қалды. Олардың ақшасы менікі еді деп өз-өзіне айтты. Бір жылдан кейін Гүлжан апай ауырып қалды. Балалары келді. Жанар мен Асем де келді. Гүлжан апай, мен қателестім. Балаларға ақша ұстауға ерте емес екен. Сендердің ақшаларың сендердікі деді алғаш рет. Үй ішінде тыныштық орнады. Енді әркім өз өмірін өзі құрды. Бірақ ененің билігі мәңгі есте қалды. Осылайша қатал ененің билігі құлады. Бірақ отбасының жарасы әлі де жазылған жоқ. Осындай өмірлік хикаяларды тыңдағыңыз келсе, лайк басып, каналға тіркеліңіз. Келесі хикаялар одан да қызық болады. Соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.